Барлықтарыңа ассалаумағалейкум достар, және мен бірге Асқат. Короче, достар, бүгін біз Лионел Мессидің аккаунтын сендерге көрсететін боламыз. Ал сендер осындай каналға тіркеліп және лайктарыңды баса отырыңдар. Бүгінгі видео өте топ болады. Олай болса біз өзіміздің видеомызды көпке соза бермей бастайық. Короче, менің бар ғой, алдыңғы видеомда бір подписчигім өзін айдин тастап кеткен екен. Міне онлайн отырген запросын лайықтырайық. Сен де осылай несіп тастап кетсең болады айдиіңді комментке. Келесі видеода сен де осылай обзор жасайтын болам аккаунтыңа яғни. Так, бізде мастер 1 жұлдыз платина 3 екен ранкі. Осындай аккаунт 46 уровень 564 лайкі бар екен. Так, гильдия талас вип деген гильдияда екен. Так, басқа несін көрсек болады. Кібрейтингде 95 матч ойнапты, 102 килл жасаған екен отрядта. Рангты гоурейтингте 184 матчта 482 килл жасапты. Нормальный характеристика. Видеомыз көпке созылмай тұрып, енді видеомызды бастайтын боламыз. Ал бізде дейтін, короче, ең бірінші аккаунтымызды сендерге көрсейік. Міне ол аккаунт 2 сағат бұрын кірілген Нотс дейді. Бұл аккаунт өте керемет және донаторский аккаунт. Қараңдар, бізде өте керемет бірінші пропуск және инкубатор және екінші пропусктың шалбарын киіп алған екен. 83 уровень және 46 мыңдай лайкі бар. Ема ранг бірақ мастер екен. Патолог енді. Так, рангтан қараңдар қанша рет эксперт мастерке жеткен екен. КБ рейтингтан тоже 13 бір бәле деп жетіп саған. Опо, бізде рейтинг гранд мастер дейді. Эксперт емес, гранд мастер. Енді айта алмадым бар ғой. Мына аккаунт топ сияқты емес, топ қой. Бір ғана пропуск алынбаған екен. Бізде элитный пропусктан ал бояқ пропусктан бәрі алып тастаған. Сап-сары болып тұр. Так, енді біз дейтін КБ рейтингін көрейік. 1775 матчта 9451 килл дейді ғой. Еба, задрот па мынау қалай сонда. Жетті 80 осы қой, ебайт. Битва отряд гоурейтингте 870 матчта 2933 килл дейді. Масқара, мұнау жаман қытты ойнау дейм, бір ранкі экспертке қатиап жеткізбегені профилін қортып тұр екен. Енді бұйырса экспертке де жеткіз қоятын жар, азгенте ғана жұлдыз қалған ғой енді. Енді осындай статистикалары бар, өте керемет аккаунт екен. Олай болса келесі аккаунтқа өтейік. Ал бізде дейтін, короче, екінші аккаунтымызды көрейік. Бұл 26 минут бұрын кірілген аккаунт екен. Бұл аккаунтты изучить етіп қарайтын болсақ, оппо, бізде екінші пропусктың кепкасы және штаны ангел көкпімі кереметте кроссовка бар екен. Бұл аккаунт гранд мастер екен, базар жоқ. Оппо, бұның ранкі бірақ эксперт екен. Грандқа да жақтың қапты, ранкі нормальный 82 уровень. Бұда 41 мыңдай лайкі бар. Алаш Прайд деген гильдиясы бар екен өзінің. Нормально өзі лидер, короче, енді. Так, бұл аккаунт нормальный сияқты. Өте керемет сет. Опа, пропусктарын бәрі сап-сары қараңдаршы. Полный сап-сары. Характеристикасын көрейік. 672 матчта 3211 килл сапсаған ғой. Еба, 8-де 1 екен, осы базар жоқ. Ема, ранкын көрейік. Ранкта 175 матчта 651 килл. Ona жетіпті экспертке ана баламыз дейтін. Ема, қанша килл сапсаған еді. Ultimate рейтинг мастер 4 жұлдыз екен. Енді өте керемет аккаунт, маған ұнап жатыр. Енді осындай аккаунтың болса өте керемет шар енді. Ал достар, біздің келесі аккаунтымыз осы. Бұл аккаунт енді патолог аккаунт 30 күн бұрын кірілген. Изучить етіп қарайтын болсақ, бұл аккаунт қараңдар. Уровень 55, ник 55. Тек қана бізде лайк қана құртылып қалыпты. Ал бізде айдидің өзі 5. Так, бізде бұл аккаунт қараңдар, пропускна шейін 5. Өте топовый аккаунт. Енді мынандай аккаунтың болса, мынау енді патолог аккаунт. Мен бұндай аккаунтта бар ғой YouTube пробайлер түсіріп, мен бұл аккаунтпен любой нені дамытып алуға болады. Шамалы хайп стап дегендей. Так,
шайыппын бұл аккаунт ойналмайды екен. 125 қана матч ойнаған, Радар 72, содан 64 146 килл жасаған екен бұл аккаунттың егесі. Бұл аккаунттың егесі яғни разработчик екені көрініп тұр. Ары қарай вообще қызық емес деп ойлаймын, разработчик не болса да енді. Ал достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Видеоны алса каналға тіркеліп және лайк басуды ұмытпа. Және комментке өз айдыңды тастап кетсеңдермен бірге болған Асхат. В общем, давайте.